Қайырлы күн, құрметті көрермен. Адамдардың жиналғанын күтейік. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздерге жалпыға бірдей декорациялау туралы, сонымен қатар мобильді аударымдар туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Сонымен қатар қазір сіздер тікелей эфирде өздеріңіздің сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Біз осыған дейін байқасаңыздар түске дейін орыс тіліндегі осындай эфирді өткізген болатын. Мысалы, қазір көрермендердің сұрауы бойынша мемлекеттік тілде өткіземіз аталған эфирді. Және осы эфир барысында осы жалпыға бірдей декорациялауға қатысты егер сұрақтарыңыз туындаса, онда қалдыра берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде эфирдің соңына дейін оған жауап беруге тырысамын. Алдымен өзім таныстырып өтейін. Мен есімім Айнұр Сартаева, мемлекеттік кірістер комитетінің жұртшылықпен байланыс басқармасының басшысының орынбасары боламын. Және қазір сіздерге жалпыға бірдей декорациялауға қатысты ақпаратпен бөлісетін боламын. Жалпы, енді өздеріңіз білесіздер, елімізде 2021 жылдан бастап жалпыға бірдей декорациялау енгізілген болатын. Ол кезең-кезеңмен өткізіліп жатыр. Өткен жылы барлық бюджет саласының қызметкерлері, мұғалімдер, бюджет саласындағы жұмыс істеп жатқан дәрігерлер, сонымен қатар мәдениет саласының қызметкерлері, тағы сондай сияқты әртүрлі қызметкерлер және олардың жобалары декорацияны тапсырған болатын. Ал ендігі жылы, яғни осы 2024 жылы осы декларацияны еліміздің келесі санаты, яғни жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары, заңды тұлғалардың құрылтайшылары, сондай-ақ олардың жұбайлары осы декларацияны тапсыруға міндетті болады. Осыған байланысты көптеген азаматтар тарапынан әртүрлі сұрақтар әлде туындап жатыр. Жалпы бұл декларацияны қандай нысанда толтырады? Алдымен сол сұраққа жауап берейік. Декларацияны 250 нысанды активтер мен міндеттемелері туралы декларация нысанда толтыру керек, және де ол декларация бір рет қана ұсынылады. Одан кейінгі жылдары декларация 270 нысанды жыл сайынғы декларация тапсырылатын болады. Және ол декларацияларды тапсыру әдісі туралы біз алдағы уақытта сіздерге бейне инструкция жасап орналастырамыз. Құрметті көрермен, сіздерге осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, қазір жаза беріңіздер. Мен міндетті түрде осы сұрақтардың барлығына жауап беремін қолымнан келгенше. Мобильді аударымдарға қатысты сұрақ туындап жатыр екен. Мобильді аударым алып кассада чек соқса болады ма дейді. Негізі жалпы мобильді аударымдардың ол жеке шотқа түсетін ақша екенін бірінші ескеріп алайықшы. Жеке шот пен кәсіпкерлік шотты шатастырмайық. Жалпы кәсіпкерлік шот дегеніміз ол мысалы QR кодпен төлейтін мысалы сондай шоттар болады. Оны енді сіз кәсіпкерлік мақсатта қолданасыз, Ал жеке шот ол кәдімгі сіздің Каспий Голд, тағы да басқа сияқты, мысалы Халық банкінің картасы аласыз, басқа банктың картасын аласыз, ол сіздің жеке шотыңыз. Сол үшін жеке шот пен кәсіпкерлік шотты шатастырмайық. Ал егер сіз мобильді аударыммен ақша алып отырсаңыз, кейін сізге қатысты салықтық бақылау жүруі мүмкін. Сол кезде сіз оның қайдан түскен ақша екенін түсіндіруіңіз керек болады. Сол үшін де егер сіз шынымен де кәсіпкер болсаңыз, және сауда жасап отырған болсаңыз, онда міндетті түрде ақшаны осы кәсіпкерлік шотқа қабылдағаныңыз дұрыс. 250 нысанда нені көрсету керек деген сұрақ туындапты. Қазір мен айтып беремін. Жалпы мынау 250 нысанда декларацияны бір-ақ рет тапсырамыз деп айттық қой. Биылғы жылы мысалы кәсіпкерлер, заңды тұлғалар және олардың жұбайлары тапсырады.
негізі бұл декларацияда Қазақстандағы орналасқан жылжымайтын мүлік, автокөлік құралыңыз, яғни пәтеріңіз, үйіңіз, жер учаскеңіз болса, Қазақстанның аумағында орналасқан, онда оны көрсетудің қажеті жоқ. Себебі ол ақпараттың барлығы салық органдарына, тиісті мемлекеттік органдардан келеді. Яғни сіздер бұл жерде көбінесе шетелде орналасқан мүліктерді көрсетуіңіз керек. Мысалы, шетелде орналасқан пәтерлер болса, үй болса, тұрғын үй жайлар, автокөлік құралы шетелде тіркелген, сондай болса көрсетесіз. Одан бөлек, егер мысалы Қазақстанда немесе шетелде орналасқан болса, бағалы қағаздарыңыз, цифрлық активтеріңіз, цифрлық актив дегеніміз не екенін бәріңіз білесіздер ғой, биткоиндар мысалы, әртүрлі криптовалюталар, солардың барлығы цифрлық активтерге жатады. Одан бөлек, мысалы тұрғын үйдегі үлесіңіз болса, Қазақстанда мейлі болсын, мейлі шетелде болсын, тұрғын үйде мысалы дольщик болып салдыңыз, ақшаны, сол жағдайда да көрсету керек болады. Одан бөлек инвестициялық алтын дейміз, ол құйма алтындар бар ғой кәдімгі, сондайлар болса егер, онда көрсетеді. Содан бөлек зияткерлік меншік пен авторлық құқық иелері болса егер, сол азаматтар сол патентталған өзінің меншігін көрсету керек. Одан бөлек қолма-қол ақшаны көрсетуге де болады. Қолма-қол ақшаның сомасы 34,5 миллион теңгеден аспауы керек. Бұл жерде маңызды ескере кететін жағдай, бұл жерде 10 мың айлық есептік көрсеткіштен аспау керек деген ережеде жазылған. Дегенмен бұл жерде біз 2024 декларацияны тапсырғанымен, оны 2023 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тапсырамыз. Сондықтан да 2023 жылдың айлық есептік көрсеткіші қолданылады. Сол үшін осы жерде 34,5 миллион теңгеден аспайтын қолма-қол ақша болу керек. Содан бөлек, егерде сіз жеке тұлға ретінде басқа жеке тұлғаға қарызыңыз болса, немесе ол жеке тұлға сізге қарыз болса, оны ол шартты міндетті түрде нотариат арқылы куәландырып, оны да көрсету керек болады декларацияда. Одан бөлек басқа да мүліктерді көрсетуге болады өзіңіздің еркіңіз бойынша. Егер ол бір қымбат бағалы мүлік болса, және оның бір данасының бағасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен асса, яғни 3,5 миллион теңгеден асса бір данасының құны, сол жағдайда қымбат бағалы мүлкіңізді көрсетсеңіз болады. Ол үшін міндетті түрде бағалаушы арқылы жаңағы құнның бағасын жасап алу керек. Мысалы үшін оның ішінде бір мәдени құндылықтар болуы мүмкін, зергерлік қымбат бұйымдар болуы мүмкін, асыл тұқымды мысалы жануарлар, асыл тұқымды жылқысы болуы мүмкін, тағы сондай сияқты әртүрлі қымбат бағалы егер мүлкіңіздің бір данасы үшін бағасы 3,5 миллион теңгеден асса, сол жағдайда оны декларацияда көрсету керек. Содан басқа тағы да шетелдік компанияда қатысу үлесі болса, шетелде жылжымайтын мүлкі мен көлігі болса деп айтып кеттім, жаңа. Содан бөлек егер шетелдегі банктердегі сіздің ақшаңыз 7,300 доллардан асатын ақшаңыз болса шетелдік банкте, онда оны да көрсету керек болады декларацияда. Және сонымен қатар осы жерде нақты айтайын дегенім, кейбір азаматтар сұрап жатады, менің несием бар, ипотекам бар, немесе мынандай бір Қазақстандағы банкте депозитім бар деп жатады. Оны көрсетеміз ба дейді. Негізі Қазақстанның аумағында орналасқан, Қазақстанда тіркелген банктердегі егер сіздің депозитіңіз немесе несиеңіз болса, оны декларацияда көрсетудің қажеті жоқ. Тағы да әрі қарай сұрақтарға көшейік. Мен сантехникпін, ИП ашу керек па дейді. Сіз егер сантехник қызметін жүзеге асырып отырсаңыз, және де егерде бір белгілі бір кәсіп, осы кәсіптің түрін басқа мысалы ИП-ға немесе басқа ТО-ға, мекемеге жалданып жұмыс жасамай отырсаңыз, онда ашуыңыз керек болады. Егер сіздің бір жылдағы осы кәсіпкерлігіңізден табатын табысыңыз 12 еселенген ең төменгі жалақы мөлшерінен асса, онда сіз кәсіпкер болып тіркелуіңіз керек. Ал егер сіз мысалы КСК-да жалданып жұмыс істеп жатсыз, немесе басқа бір ТО-да жұмыс істеп жатсыз, онда сіз сол жақтан алып отырсыз ғой айлықты. Онда сіз тіркелмей, сол жақтан бүкіл салықтың барлығын сіз үшін сол жақта төлеп отырады. Сұрақтарыңызды жаза беріңіздер, мен QR-мен соққан кезде кассалық чек береміз ба дейді. Әрине бересіз. QR-мен ақша төлесеңіз де, картамен қабылдасаңыз да, онда міндетті түрде сіз бақылау касса машинасының фискалды түбіртегін беруіңіз керек. Ол бір жағынан
тұтынушылардың құқығын қорғау екенін ұмытпайық кәсіпкерлер. Себебі кез келген тұтынушы сіздің тауарыңызды сатып алғанда, дүкенге барғанда, ол оның сапасының қандай екенін білмейді. Үйіне барған соң оның мерзімі өтіп кеткен болуы мүмкін, немесе оның өлшемі дұрыс болмай қалуы мүмкін. Ол сізге қайтып әкелгенде сіз оны қабылдамайсыз ғой. Өйткені сіз айтасыз, басқа дүкеннен алдым сен оны деп. Сол үшін сізге сол бақылау касса машинасының чегімен келеді. Сол кезде оның құқығы да сақталады. Әрі қарай сол тауарды қайтадан сізге өзіңізге өткізе алады. Сол үшін барлық заңдылықты сақтайық жұмыс жасағанда, иә. На русском языке тоже можно, мы же тоже налогоплательщики, типа. Можно, конечно, на русском языке тоже. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые были заданы. Сәлеметсіз бе? Осы жылы мемлекеттік емес жұмыс істеп жүрген әскери зейнеткер декларация тапсырамы? Мемлекеттік емес жұмыс істеп жүрген болсаңыз, егер сіз осыған дейін 2021 жылы декларацияны сол кезде әскери қызметкер ретінде тапсырған болсаңыз, 250 нысанды декларацияны, онда сіз жыл сайын, одан кейін сол жүйеге бір рет кірдіңіз ба, болды, 270 нысанды декларацияны жыл сайын тапсырып отыруыңыз керек. Ал егер сіз әскери қызметтен 2021-ге дейін, мысалы 2020 жылы, 2019 жылы жұмыстан шығып, қазір енді сол кезде 250 нысанды декларацияны тапсырмаған болсаңыз, ол жағдайда енді сіз 2025 жылы декларация тапсырасыз. Негізі осы жағында ескеру керек. «270 декларацияда 910 отчеттағы доходты көрсете ме? Жоқ, көрсетпейді. 910 декларацияда сіз упрощенный декларация ғой, енді жаңағы өзіңіз айтып отырған оңайлатылған декларация, сіз онда жарты жыл бойына қандай табыс таптыңыз, соны көрсетесіз. Ал осы табысты қайтадан 270 нысанды декларацияда оны көрсетудің қажеті жоқ, 2 рет. Сол үшін бұл жерде тек қана жеке, мысалы үй саттыңыз, немесе бір үйді, пәтерді жалға бердіңіз, сондай тағы да басқа табыстарыңыз болса, басқа да бұған дейін салық салынбаған, онда сондай табыстарыңыз көрсетесіз 270 нысан декларацияда. Жалпы енді мына жерде кейбір азаматтар 270 декларация туралы біледі екен. Мен 270 декларация туралы да қысқаша айтып кетейін. Жалпы бізде алғашында 250 нысанды активтер мен міндеттемелері туралы декларацияны бір рет қана тапсырамыз деп мен бағана айттым. Ал енді сол декларацияны тапсырғаннан кейін келесі жылдан бастап әрбір сол декларацияны тапсырған азамат 270 нысанды табысы мен мүлкі туралы декларацияны тапсыру керек. Және бұл декларацияны азаматтар жыл сайын тапсыру керек болады. Сонымен қатар бұл декларацияда олар бір жыл бойына өзінің алған табысы және өзінің сатып алған немесе сатқан мүлкі туралы осындай, онда да барлық мүлкі емес, ірі бағалы мүліктерге қатысты ақпарат көрсетіледі. Екі 250 форманы заңды тұлға тапсырады, ал 270 форманы жеке тұлға болып тапсырамыз ба деген сұрақ туындапты. Негізі 250 нысанда, 270 нысанда ол жеке тұлғалардың тапсыратын декларациясы. Заңды тұлғалардың басшылары жеке тұлға ретінде 250 нысанды декларацияны биыл алғашқы рет тапсырады. Және ол декларацияны бір рет қана тапсырады. Одан кейінгі жылдары, мысалы биыл 250 тапсырды, келесі жылдан бастап 270 нысанды декларацияны жыл сайын тапсырып отыру керек ол азаматтар. Рахмет сіздерге. Очень приятное разъяснение на казахском языке. Респект. Рахмет. Сіздер үшін тағы не істей аламыз? 2024 жылы ИП ашылған декларация тапсырамыз ба дейді. Егер 2024 жылы ашқан болсаңыз, ИП-ңізді, онда сіз декларацияны келесі жылы тапсырасыз. Жалпы 2024 жылдың 1 қаңтарында сіздің атыңызда егер кәсіпкерлік тіркелмеген болса, онда сіз декларацияны 2025 жылы, яғни келесі жылы тапсырасыз. Ал егер сіз атыңыздағы ИП-ңіз 2024 жылы 1 қаңтарында тіркелген болса, мейлі ол ИП жұмыс жасамай тұрған ИП, мейлі нулевкамен тапсырып отырған ИП болсын, ондай жағдайдың барлығында бәрібір де сіз декларацияны тапсыруға міндетті боласыз биылғы жылы.
...250 формасын 2023 жылда таңдап толтырып тапсырып едім. Уведомлениеде период деген жерінде 2023 деп тұр, бірақ по состоянию на 22 жылы деп тұр дейді. Сонда дұрыс емес қой, дұрыс болу үшін 2024 жылғы ФНО-сын таңдау керек. Өте дұрыс айтасыз. Бізде қазір техникалық осы іске асырып, техникалық жағынан мүмкіндік жасалып жатыр. Ол жуырда осы ақпан айында жүзеге асады деген үміттеміз. Жалпы 2024 жыл деп міндетті түрде салық кезеңін көрсету керек. Ана жерде жаңағы декларация ашылған кезде салық кезеңі деген жер болады. Сол жерде сол жолақта 2024 жыл деп жазыңыз міндетті түрде. Және де ол 2023 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша атыңызда қандай мүліктер, активтер болды, сол ақпаратты көрсету керек болады. Өте дұрыс айттыңыз. Біз жуырда осындай декларацияны тапсыруға қатысты бейне нұсқалық дайындаймыз. Және де сол бейне нұсқалықтың ішінде барлық жолақтарды толтыру жағын сіздерге түсіндіріп беретін боламыз. Және осы біздің әлеуметтік желіге жазылып, егер өздеріңіз жазылған болсаңыздар, онда достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, осындай пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырсаңыздар, олар да сіздерге рахмет айтады деп ойлаймын. Таксиде клиенттен ақша болмайды, перевод жасайды, салықпен чек ұрса деймін дейді. Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Салық бизнес деген мобильді қосымша бар бізде қазір. Және де осы мобильді қосымшаны пайдаланып, бізде такси қызметкерлері жұмыс жасай алады. Ол үшін жеке кәсіпкерлігін тіркеуі керек. Және салық бизнес мобильді қосымшасын қолдана отырып, өзінің барлық өзінің оборотынан, жалпы түсетін табысынан небәрі 1% мөлшерінде ғана салық төлейді. Яғни бұл өте тиімді салық ставкасы деп есептейміз. Сонымен қатар оларға жасалған тағы бір жеңілдік, өзіңіз айтып отырғандай, бақылау касса машинасын сатып алудың қажет жоқ. Жаңағы мобильді қосымшаның ішінде ол чекті берсе болады. Ол чекті электронды түрде өзінің жаңағы таксине мінген азаматқа немесе азаматшаға WhatsApp арқылы немесе басқа да мессенджерлер арқылы оны жіберуге болады, электронды поштасына да жіберуге болады. Яғни бұл өте ыңғайлы. Сонымен қатар бұл мобильді қосымшада жұмыс жасаған азаматтар ешқандай салық есептілігін тапсырмайды. Тағы бір ерекшелігі, тағы және де ыңғайлы тұсы. Және бұл декларацияны тапсырғаннан кейін азамат сол жерде қанша салық есептеліп тұрғанын, қанша әлеуметтік төлемдер, пенсионка дейді жаңағы, зейнетақы қорына аударатын, медициналық сақтандыру қорына аударатын ақшасын барлығын осы мобильді қосымша өзі автоматты түрде есептеп отырады. Ол үшін барлық өзінің көрсеткен қызметі бойынша, мысалы бүгін 1000 теңгеге бір адамды тасымалдап апарды ма, жететін жеріне, содан кейін 1000 теңгенің чегін ұрып беру керек. Ары қарай 2000 теңгеге апарды ма, 2000 теңгеге чек. Яғни барлық апарған азаматтар бойынша чектерді осы мобильді қосымшаның ішінде шығарып отырса болды. Сол кезде оған бұл қосымша барлық табысы бойынша салықтарын есептеп береді. Ол өте ыңғайлы, өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде көп азаматтар салықты есептеуге келгенде қорқады, осын дұрыс есептемей қалам ба, мен осы салық органына барғым келмейді, салық басқармасына деген сияқты кішкене қорқыныш та бар. Негізі қорықпаңыздар, ол жерде отырған азаматтардың барлығы сізбен біз сияқты кәдімгі адамдар. Сіздер ол азаматтарға барып, кәдімгі сол жерде кеңес беру орталықтарды ашылды қазіргі уақытта. Осы жалпыға бірдей декларациялау бойынша, мобильді аударымдар бойынша олар сіздерге әр аудандық салық басқармасында кеңес береді. Сонымен қатар тағы да бір ақыл айта кетейін. Мына жерде бізде Telegram арнасында чат ашылды. Және де сол Telegram арнасындағы чатқа кіріп, сіздер сонда кәдімгі оператор, байланыс орталығының операторларынан жауаптарын ала аласыз. Өзіңіздің осы жалпыға бірдей декларациялау туралы, мобильді аударымдар туралы сұрақтарыңызды қойып, сол жерден жауаптарды сізге тез жауап беріп отыратын сол жерде операторлар бар. Сондықтан да егер де ол Telegram чатқа қалай кіретін білмесеңіз, онда біздің осы Instagram парақшасына кіріп отырсыз ғой, сонда актуальный деген жерде Telegram чат деген бар, соған басасыз, сонда сіз біздің Telegram чатқа қалай өтуге болатын оңай басып сол жерге өте аласыз. Сосын келесі сұрақты кірейік.
Е-салық пен бұрынғы ИП айырмашылығы неде дейді. Е-салық бизнестің айырмашылығы жаңағы мен айтып кеткендей, онда көптеген жеңілдіктер жасалған. Енді бұл негізі жаңадан кәсіпкерлігін ашып отқан азаматтар үшін өте қолайлы, иә. Өйткені олар салық есептілігін қалай тапсыру керек, салықты қалай есептеу керек деген нәрселерді білмейді ғой. Сол үшін оларға өте ыңғайлы, қолайлы, салық есептілігін тапсырудың қажеті жоқ. Салықтың барлығын осы қосымша есептеп береді. Тіптен сол қосымшаның ішінде жеке кәсіпкер болып та тіркелуге болады. Сонымен қатар осы жерде бақылау касса машинасының чегін де беруге болады, иә. Қазіргі ИПО, мысалы, қазіргі ИПО-ларға, мысалы, жеке кәсіпкерлерге әртүрлі салықтық режимдар қарастырылған. Олар өзінің жұмысына байланысты өздеріне қолайлысын таңдап алса болады. Мысалы, оңайлатылған декларация негізіндегі салық режимі бар. Одан бөлек бөлшек салық арнаулы салық режимі бар, иә. Бөлшек салық арнаулы салық режимі өте қолайлы. Мысалы үшін биылғы жылы бұл салық режимі бойынша бұрын егерде 190 түрлі кәсіп иесі бұл салық режимін қолдана алатын болса, онда биылғы жылдан бастап бұл кәсіп түрін 364 түрлі кәсіп иесін қолданатын салық төлеушілер бұл режимді қолдана алатын болды. Сол үшін осының әртүрлі қолайлы тұстарын ойланып, кәсіпкерлікті ашқан жағдайда азаматтар осы режимнің бірін таңдағандары жөн болады. Қосымша тағы да толық ақпарат керек болса, сіздер жаңағы мен айтқан консультациялық орталықтарға барып сұрасаңыздар болады, немесе бізде кол орталық бар, кол центр, контакт центр, 1414 нөміріне хабарласасыз телефоннан. Одан кейін қосымша 3 нөмірін тересіз. 3-ті тергеннен кейін салық сұрақтарына байланысты сізді операторға қосады. Мына жақта тағы бір сұрақ келген екен. Бағалы заттар болмаса, шетелде үй болмаса, ақша да жоқ, сонда нулевой етіп тапсырамыз ба 250 нысанды дейді. Иә, онда сізге тіптен оңай. Сіз жалпы ең бастысы декларацияны тапсырғанда салық кезеңін дұрыс көрсетсеңіз болды. Сонымен қатар, яғни 2024 жылды көрсетесіз ғой. Одан кейін салық декларациясының түрін көрсетесіз. Бастапқы декларация дейді ғой, первоначально дейді орысша. Сол жолақты көрсетесіз. Одан кейін әрі қарай осы декларацияның қай сіз салық органына тіркеліп тұрсыз, өзіңіз тұратын жеріңіз бойынша, сол тұрғылықты жеріңіз бойынша салық органының кодын көрсетуіңіз керек. Болды, сонымен декларация тапсырған болып есептеледі. Егер кандидат ретінде 250 нысанды табыс етті, А санатын көрсетті, жұмысқа тұрмады, 2023 жылы 270 нысанды табыс етті. Қазір дара кәсіпкер ретінде қайтадан 200 тапсыру керек, 250 тапсыру керек пе дейді. Жоқ. Егер сіз осыған дейін 250-ді 270 нысанды тапсырып отырсаңыз, онда 2024 жылда 270 нысанды декларацияны табыс етесіз. Запись сақтап қоямыз, ойындамаңыздар. ИП 31 желтоқсанда 2023 жыл жабылды дейді. Ал 2024 жыл декларация тапсырады ма дейді. Сіз ИП-ңізді жауып үлгіріпсіз, яғни сіз бірінші қаңтардағы жағдай бойынша ИП болмағандықтан сіз декларацияны биыл тапсырмайсыз, яғни келесі жыл тапсырасыз. Жалпы енді құрметті көрермен, осы жерде көп сұрақтар туындайды. Негізі сіз ИП-ңізді жауып үлгірмесеңіз де, сіз бәрібір де бір жылдан кейін сол декларацияны тапсырасыз ғой. Ол бір жылдың әрі берісі сонда маңызды деп ойламаймын. Соншалықты сіздің өміріңізде соншалықты қатты өзгерістер болып жатпаса, қайдан мен негізі. Кеш жарық ИП общеустановленный режимда жұмыс жасайды, Каспий Голдқа түскен ақшаға чек ұрады. Каспий Голд толықтырылса, терминал арқылы чек ұрылу керек па дейді. Негізі біріншіден, сіз тіркелген кәсіпкер болсаңыз, сіз білесіз ғой, Каспий Голд қолданылады жеке мақсатта.
сіз жеке тұлға ретінде аштыңыз ол Каспий Голд карточкаңызды. Және сіз оны ешқандай да кәсіпкерлік мақсатта қолдануға құқығыңыз жоқ негізі. Жалпы бұл жасаған әрекетіңіздің өзі заңсыздық болып отыр негізі. Сондықтан да бұл жерде чек ұрып отырып, соны жаңағы Каспий Голдқа қабылдап отырған арқылы сіз кәсібіңізді заңдастырам деген өзі қате болады. Сондықтан да қазірден бастап осы әрекетті тоқтатып, негізі бизнес шотқа ақшаны қабылдау керек. Сәлеметсіз бе? 250-ді дәрігер тапсырған жоқ, білген жоқ, не істеу керек еді дейді. Енді не істеу керек дейді. Егер де дәрігер болғанда да қараңыздар, егер бұл дәрігер бюджеттік ауруханаларда, бюджет саласындағы жаңағы медициналық қызмет көрсету орталықтарда жұмыс жасамаған болса, жалпы жеке мақсатта, жеке жаңағы ауруханалар, жеке медициналық орталықтарда жұмыс жасайтын болса, онда ол бұл декларацияны 2025 жылы тапсыру керек. Ал егерде бұл жеке дәрігер медициналық орталық жұмыс жасайтын жері бюджеттік мекеме болса, онда ол былтыр тапсыру керек болатын. Бірақ енді былтыр тапсырған жоқ. Енді ештеңе қорқатын ештеңе жоқ, қазір тапсыра беруге болады. 250 нысанды декларацияны 2023 жыл үшін вид деген жерге, вид декларация деген жерге, декларацияның түрі деген жерге первоначальный, бастапқы деп көрсетесіз де 2023 жыл үшін тапсырасыз. Ал биылғы жылы сіз осы 270 нысанды декларацияны биылғы жылы алғашқы рет тапсырасыз. Эфир сақталады. Перевод туралы айтып берейін ба? Перевод болды ма деп сұрапты бір кісі. Негізі мобильді аударымдарға қатысты, салық төлеушілер құрметті. Былай түсініп алайықшы, негізі мобильді аударымдарды қазір қоғамда дүрбелең салып отырған бізде бір азғана бір салық төлеушілердің санаты бар, ол көбінесе салық төлегісі келмейтін азаматтар. Өздеріңіздің араларыңызда адал салық төлеп отырған азаматтар да бар екенін білеміз. Олар өздерінің әлеуметтік жауапкершілігін мемлекет алдындағы адал орындап отыр. Осы жерде келгенде, мысалы, сіз адал төлеп отырсыз. Анау кәсіпкер салық төлегісі келмейді, ол мобильді аударымдармен ақша алып, немесе қолма-қол ақшамен талап етеді де, ол салық төлегісі келмейді екен. Бірақ сіздің дәл төлеп отырған салығыңыз арқасында, біздің төлеп отырған салығымыз арқасында ол таза көшемен жүргізіліп кеткен, тегіс көшемен, және жарық көшемен жүргізіліп кеткен, бала шағасын тегін мектепке бергісі келеді екен, тегін медициналық көмекті алғысы келеді екен. Сондай нәрселерге келгенде әрине әлеуметтік жауапкершілік болу керек. Осы жерде кішкене әр адам өзінің сана сезімін ояту керек осы жерде. Енді қалай ел боламыз, әрқайсымыз салық төлеуден қаша беретін болсақ, бұл жерде біздің еліміз қалай дамиды, өздеріңіз де ойланыңыздар. Негізі бұл жерде мобильді аударымдар, егер де сіз біреуге мобильді аударымдарды аударып отырсаңыз, сізге қатысты бұл жерде бақылау қарастырылмаған. Бұл жерде әртүрлі 100 адамнан бір айда алған азамат, және де ол 3 ай қатарынан әртүрлі 100 адамнан мобильді аударымдарды алып отырса, сол жағдайда ғана аталған азаматтың деректері банктерден салық органына келіп түседі. Және содан кейін бірден оған айыппұл салады деген әңгіме жоқ. Ешкім оған бірден айыппұл салмайды. Осындай деректер келгеннен кейін біз ол азаматқа хабарлама жібереміз алдымен. Ол хабарламаны алғаннан кейін бұл азамат өзінің белгіленген уақыт ішінде сол хабарламаға жауап беру керек. Мүмкін ол шынымен де ол ақшаны кәсіпкерлік мақсатта алмаған шығар, егер де ол белгілі бір басқа да әртүрлі енді бір нәрсеге жинаған болуы мүмкін, сондай жағдайда бір ауру кісіге жинаған болуы мүмкін, тағы да басқа жағдайда туған күні болуы мүмкін, бір айда сондай әртүрлі жағдай болса, ол бізге түсіндірмесін берсе болды жеткілікті. Және де әрине ол түсіндірмесі шындыққа жанасатын түсіндірме болу керек қой, әрине. Сонда ойланыңыздар, сол жерде кішкене ойлану керек болады. Мен сұрақтарды жоғалтып алдым. ИП болса, сауда ақшасына басқа шот ашу керек па дейді. Мінекей дұрыс айтасыз. ИП болсаңыз, сіз осы ИП-ңіздің
арқасында тауып отырған бүкіл табысыңызды басқа бизнес шот ашып соған түсу керек ол ақшаның барлығы. Бизнес шот деген бар, жеке шот деген бар. Яғни бизнес шотқа сіз өзіңіздің кәсіпкерлігіңізден тапқан табысты түсіріп отырасыз. Ал жеке шотыңыз үшін сіздің кәдімгі жеке мақсаттағы ақшаларыңыз онда айнала береді. Яғни сіздің жеке шотыңыз ол мысалы жеке мобильдік аударымдар, мысалы мен балама жіберем, анама жіберем, немесе туысқаныма жібердім. Мысалы досым туған күні болып қалды, соған сыйлық ретінде жібердім. Ондай ақшалар ешқандайды қорықпаңыздар, оны жасай беруге болады, ешқандай шектеу жоқ. Ол кәдімгі біз үйренген өте ыңғайлы тәсілдер ғой. Біз оған ешқандай шектеу қойып отырған жоқпыз. Сондықтан да осыны ескеріңіздер. Халықтың арасында кейбір азаматтар дүрбелең туғызып, осы ақпаратты дұрыс жеткізбей жүр екен. Мен сұрақтарды қазір Народный банк терминалдан ұрылса дейді. Народный банк терминалдан болса, егерде мысалы мейлі қандай банк болсын, Народный банк болсын, басқа кез келген екінші деңгейлі банктер болсын, Каспий банк болсын, оның кәдімгі пост терминалынан картамен сіз карта арқылы қабылдасаңыз ақшаны, онда сіз оған бақылау кассасы чегін бересіз. Болды, сіздің жұмысыңыз адал, сіз адал жұмыс жасап отырсыз, сізге қатысты ешқандай сұрақ туындамайды. Бұл жерде кімге қатысты сұрақ туындайды? Мобильді аударымдарды шамадан тыс өзіне алып отырып, содан салық төлемеген адамдарға қатысты сұрақтар туындайды. Осыны түсініп алайықшы, Мен жеке кәсіпкермін дейді. Менің кәсібім қыс айларында, мен кәсіпкерлігім қыс айларында жұмыс істемейді. Сол себептен мен Ресейге барып жұмыс істедім дейді. Қайтады кетіп қалып отыр. Жұмыс жасап келемін. Қыс айларында содан тапқан табысымды қалай көрсетемін. Негізі жалпы сіз егер шет елде жұмыс істеген болсаңыз, шет ел енді Ресейде басқа шет мемлекет болып есептеледі, сіз сонда жасаған жұмысыңыз үшін сол жақта жалпы табыс салығын төлеуіңіз керек, сол елдің заңнамасы бойынша. Мысалы үшін бізде де егер шет елдік азаматтар бір компанияларда жұмыс жасап жатса, онда олар осында табыс салығын төлейді міндетті түрде. Және де бұл жерде екі жаққа да сіз салық төлеуге міндетті емессіз. Яғни сіз егер сонда төлеген болсаңыз, сіз дәл сол табысыңыз үшін Қазақстанда қайттан салық төлеуге міндетті емессіз. Мұғаліммін дейді, 250-ші декларацияны 0 тапсырғанмын дейді. Доп отчет жасау керек па дейді. Енді мұғалімдер бізде былтыр декларация тапсырды ғой, 250-ші нысанды. Енді көп жағдайларда мен өзім таныстарымды айтып жатыр, жалпы 0-мен тапсыра сал деп оларға кейбіреулер кеңес берген екен. Ол дұрыс емес. Бағана мен осы эфирдің басында қандай ақпарат көрсетілу керек екенін айттым. Және сол ақпарат егер сізде сондай аталған мүліктердің бірі болса, міндетті түрде декларация көрсетіңіздер. Әлде кеш емес. Егер сіз оны декларацияда көрсетпей қалған болсаңыз да, еш нәрседен қорықпаңыз. Қосымша салық декларациясын сіз кез келген уақытта осы 3 жыл өтпей сол декларацияны тапсырғаныңызға, осы 3 жылдың ішінде қосымша тапсырыңызда, сонда қай мүлікті сіз көрсетпей қойдыңыз, соны қосымша көрсетіңіз, болды. Сізге қатысты ешқандай сұрақ туындамайды, яғни бұл жерде сұрақ жабық. Сіз өзіңізге қатысты барлық міндеттемені орындадыңыз, болды. Егер жеке кәсіпкер өзіне тиесілі құнды затты биылғы жылы бағалап үлгермесе, не істеуге болады? 250-ші нысандағы салықтық декларация бойынша дейді. Өте жақсы сұрақ, өте қызық сұрақ. Дұрыс. Егер жеке кәсіпкер бағанағы мен айтқандай өте құнды бір бағалы заты немесе мүлкі болса, және оның бір данасының бағасы 3,5 миллион теңгеден асса,
ондай жағдайда ол бағалату керек міндетті түрде, иә. Бірақ бағалатуды сіз мысалы биыл тапсырасыз ғой декларацияны. Биыл 15 қыркүйекке шейін тапсыруыңыз керек декларацияны, иә. 15 қыркүйекке дейін сол декларацияны тапсырар алдында міндетті түрде оны заңдастырып бағалап алуыңыз керек. Бағалатып, яғни бізде Қазақстанда осы бағалау қызметімен айналысатын тиісті бағалаушылар бар. Нақты сол азаматтардың көмегіне жүгінуіңіз керек болады. Және сол азаматтардың берген есебіндегі бағалауындағы сол заттың бір данасының бағасы 3.450.000 теңгеден асса, онда міндетті түрде сіз оны көрсетуге толықтай құқыңыз бар. Жалпы бұл бағалы заттарды көрсету, ол сіздің міндетіңіз емес, ол сіздің еркіңіз, соны біліңіз. Яғни үйіңіздегі бүкіл жаңағы өзіңізге тиесілі жеке заттарыңыз барлығын бағалатпай қойыңыз. Нақты қай затты сіз сатуыңыз мүмкін алдағы уақытта, және соның арқасында басқа да мүліктер сатып алуыңыз үшін сол ақшасын пайдалануыңыз мүмкін. Тек соларды ғана бағалатуға кеңес береміз. Оның бағалау, мүлікті бағалау өзі тегін жасалмайтын нәрсе екені белгілі ғой. Сондықтан да осы мәселеге назар аудару керек. Бағалатпай суммасын көрсетсек болмай ма? Мысалы, бриллиант болса дейді. Жоқ, бриллиантты сіз бағалатуыңыз керек. Ол жерде заңда жазылған міндетті түрде бағалау жүргізу керек деген. Және де сіз мысалы декларацияны шілде айында тапсырдыңыз дейік. Сол шілде айына дейін сіз оны бағалатып үлгерсеңіз болды. Сол жерде сіз бір данасының бағасы егер 3.450.000 теңгеден асса ғана негізі көрсеткеніңіз дұрыс болады. Үйде отырған тігінші ИП-сы бар, Каспий Пэй ашу керек пе дейді. Рекасса бар. Рекасса бар болса, онда Каспий Пэйді қайтесіз ашып. Енді мен ойымша бір өзіңізге қалай ыңғайлы, егер Каспий Пэй керек болса, сізге сол ыңғайлы болса, онда сіз сол Каспий Пэйді ашасыз. Өзіңіз еркіңіз ғой, сіздің кәсіпкерлігіңіз жүргізуге қай мобильді қосымша сізге ыңғайлы, қай банктың қызметі ыңғайлы, қайсының ставкалары төмен, соған қарайсыз ғой, енді өздеріңіз шешесіздер. Маған аударым жасаса, мен сол кісінің иінін алып, доход алдым деп көрсетуім керек па дейді. Мынау жаңағы мобильді аударымдарға қатысты сұрақ болып отыр ғой. Бұл жерде енді қараңыздар. Егер сізге бір айда 100 әртүрлі адамнан түссе перевод, және де ол 3 ай қатарынан қайталанса, былайша айтқанда 3 айда 300 әртүрлі адамнан түссе қатарынан, онда сол жағдайда ғана сізге қатысты сұрақ туындайды, сізге хабарлама жіберіледі. Ал оған дейін бізде әзірге ондай критерийда басқа көрсеткіштер қарастырылмаған, сомасы еш нәрсесі қарастырылмаған. Сондықтан да осыны ескеріңіздер, жақсы ма? Жалпы бұл салық мәдениетін қалыптастыру жалғыз біздің ғана қолымыздан келетін нәрсе емес, ол барлықтарыңызға да байланысты. Сондықтан құрметті кәсіпкерлер, егер сіздер алдағы уақытта дамыған өркениетті қоғамда өмір сүргілеріңіз келсе, өздеріңіз сияқты басқа да кәсіпкерлер адал жұмыс істесін десеңіз, осындай салықтық мәдениетті бәріміз жаппай жауып көтерейік, қасымызға көршілерге түсіндірейік, достарымызға түсіндірейік, Сұрағыма жауап алмадым дейді. На русском будет эфир. На русском у нас эфир был до обеда. И, кстати, на русском языке эфир сохранен на нашей странице. Вы можете посмотреть. Перевод туралы қалай болады айтып жіберіңіз дейді. Мен перевод туралы қалай болатынын айттым. Не резидент қандай информация толтыру керек 250 нысанда. Тура мен басында айтып кеткен ақпараттың барлығын резидент емес адам, яғни шетелдік азамат та толтыру керек болады. Егер оның шетелде
мен айтқандай мүліктері болса, Қазақстанда белгілі бір мүлік түрлері болса, соның барлығын міндетті түрде көрсету керек болады. Подготовленные вопросы по ходу. Қызықсыздар, подготовленные вопросы қалай? Мына жерде тікелей эфирде адамдардың қойып жатқан сұрағына жауап беріп жатырмын ғой. Негізі қызық екенсіздер. ЖК өзіне тиесілі құнды затты биылғы жылы бағалатып үлгермесе, не істеуге болады? 250 нысандағы декларацияны қайта тапсыра ма дейді. Негізі, былай қараңыздар, мен бағалауға қатысты ақпаратты айттым, биылғы жылы сіздердің әлі уақыттарыңыз бар. 15 қыркүйекке дейін уақыт берілген, яғни 2024 жылдың 15 қыркүйегіне дейін сіз декларацияны тапсыруыңызға міндеттісіз. Оған дейін сіз жаңағы аталған мүлкіңізді бағалатып үлгересіз. Және сол бағалатып үлгерген мүлкіңізді өз еркіңізбен, егер көрсеткіңіз келсе декларацияда, сіз оны көрсете аласыз. Мен сұрақтар өте көп келіп жатыр, мен үлгермей жатырмын, кейбір сұрақтарды айналып кетіп жатыр. Егер кейбіріне жауап бермесем, келесі эфирлерге де тағы қалдырайық, Мына жақта бір қызық сұрақ қойған екен. 270 формада күйеуі де әйелі де үй алса 2023-те көрсете ма дейді. Допустим, күйеуі үй алды, отбасы банктен кредит ипотекасын көрсетті, ал әйелі қалай көрсетеді? Негізі несие кімнің атына рәсімделді? Сол азамат көрсетуде жеткілікті. Енді ол ортақ алған меншік болып естіледі ғой бұл жағдайда, ерлі зайыптылардың алған меншігі болғандықтан. Бірақ бұл жерде екеуінің арасындағы келісім бойынша, яғни бұл жерде мысалы ипотека ер азаматтың атында болса, онда сол азамат қана өзінің декларациясын көрсетсе болады. Және оның ипотекамен алған екендігін сол жерде көрсетуі керек. Ол жағдайда әйелі көрсетпей ақ қойса тағы болады. Онлайн жұмыс жасайтындар мобильный приложениені қолданса бола ма дейді. Болады әрине. Онлайн жұмыс жасайтындар, жаңағы айтқан тігіншілер, такси қызметкерлері, яғни мысалы ешқандай жалдамалы қызметкерлері жоқ азаматтар, кәсіпкерлікпен айналысатын ол азаматтардың барлығы да мобильді қосымшаны қолданса болады. Есалық бизнес мобильді қосымшасы. Оны App Store мен Play Market'тен тегін жүктеп алуға болады. Және де осы мобильді қосымша туралы толық ақпаратты біз алдағы уақытта да өзімізде орналастырамыз. Және де сол кезде сіздер толықтай соны көрсеңіздер болады. Мынандай сұрақ қойған екен. Менде ИП бар, бірақ мен баламның оқуын төлеу үшін, комуслуганы төлеу үшін Каспий Голдыма ақшаны салсам, содан налог төлеймін ба дейді. Бұл доход емес қой. Әрине доход емес. Бұл сіздің осыған дейін салық төлеп қойған ақшаңыз, оған дейін сіз салық төлеп қойғансыз. Сіз балаңыздың оқуын төлеу үшін Каспий Голдқа аудардыңыз, Сонымен қатар коммуналдық қызметке есеп айырысу үшін ақша аударыңыз. Бұл өзіңіз жеке мақсатта пайдаланып отырсыз. Оның барлығы заңды, ешқандай ешнәрседен қорықпаңыз. Және сіздің ол жерде мысалы кейін сіз егер 100 мобильді аударымсызға кеп түсіп жатқан жағдайда да, сіз бақылауға түсіп жатқан жағдайда да сізде коммуналдық төлемді төлегеніңіз туралы сізде түбіртек болады. Сосын балаңыздың оқуына төлеген туралы түбіртек болады. Осы электронды түрде қазір олардың бәрі сақталады. Соның барлығын көрсетсеңіз де болады. Негізі бірақтан сізге ондай сұрақ туындамайды да негізі. Бірақ егер өзіңіз алдағы уақытта сондай болып қала ма деген секем алып тұрсаңыз, сондай ойыңыз болса, онда жаңағыдай жауап.
Мен сұрақтардың барлығы қайталанып кетті ма? Мен қарамай дұрыс қарамай. Маған ақша берсе туысқаным делік. Маған ақша берсе туысқаным, мен сол кісінің иінін алып, маған доход болды деп көрсетемін ба дейді. Енді бұл жерде смотря сізге қанша ақша берді туысқаныңыз. Ол соншалықты сіз содан пайда табатындай үлкен сома ма? Егер шынымен де сондай үлкен соманы берсе, және сіз сол соманы, егер сол соманы белгілі бір мүлік түрін сатып алған болсаңыз, сонда сіз көрсете аласыз. Осы туысқаннан осынша сома алған едім ақшаны деп, осындай соманы алдым деп көрсетесіз. Мына жақта Каспий Пэй деген невыгодно банк ұстайды дейді. Енді әрине, енді бір жағынан былай түсіну керек, құрметті көрермен, ол Каспий банк болсын, мейлі халық банк болсын, ол банктердің барлығы коммерциялық мекемелер, иә. Олардың барлығы, дәл сіз өзіңіз бизнес қалай ашып, оларда өздерінің бизнесін жүргізіп отқан кәсіпкерлер. Және де олардың жұмысын тиісті реттейтін, ставкаларын реттейтін ұлттық банк бар. Және де егер оған қатысты бір ставкаларына қатысты бір уәждеріңіз, бір келіспейтін тұстарыңыз болса, сіздер ұлттық банкке өздеріңіздің шағымдарыңызды жолдасаңыздар болады негізі. Сол банктердің қызметін реттейтін регулятор барға. ИП бизнес счет ретінде қандай счет ашу керек? Міндетті түрде банктен ашу керек па? Әрине банктен ашу керек. Ол бизнес счет арнайы сол кәсіпкерлік мақсатта қолданатын шоттар, бизнес шот деп аталады. Менде ИП бар, баламның оқуының ақшасын комуслуганы төлеу үшін есептеп налог төлеуім керек пе? Мен жаңа бұл сұраққа жауап бердім. Мына жақта сұрақ келіпті, иә? Қырғызстан азаматтарында Каспий Голд бар, олар физлицомен қабылдап жатыр. Сол шетел азаматтарында тексеріле ме? Әлде оларға тексер жоқ па дейді. Енді қараңыздар. Негізі бұл мобильді аударымдарды тексеру мәселесі бүгін айтылып отырған жоқ. 2022 жылы біз жаппай түсіндіру жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Бірақ еліміздің көп азаматтары биыл осы мобильді аударымдарға қатысты тексеруді бірінші естіп тұрған сияқты, шын айтқанда әңгіме айтып жатыр. Негізі дұрыс емес. Мобильді аударымдар тек жеке мақсатта қолданылу керек, және бұны қалай тексереді салық органдары? Ол барлығын жаппай тексермейді, біріншіден. Тек кәсіпкерлік мақсатта алып отырған азаматтар бойынша ғана тексеріс болады. Ал сіз жеке адамсыз, өзіңіздің жеке мақсатта счетты пайдаланып отырсыз, сізге қатысты ешқандай сұрақ туындамайды. Осыны біліп алу керек. Сосын жаңағы Қырғызстан азаматына қатысты сұрағыңызға жауап берейін. Негізі бізде осы аударымдарды тексеру кезең-кезеңмен жүргізіледі. Мысал үшін, былтыр бізге мемлекеттік қызметшілер, оларға теңестірілген азаматтар, сонымен қатар олардың жұбайларына қатысты ақпарат банктен келді. Ал биыл бізге бюджет саласының қызметкерлері, олардың жұбайларына қатысты ақпарат банктен келеді. Ал келесі жылы, яғни 2025 жылы еліміздегі жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың басшылары, олардың қатысушылары және олардың жұбайларына қатысты ақпарат банктерден бізге келесі жылы келеді. Яғни, егер де жаңағы айтып отырған Қырғызстан азаматы бізде аталған санаттарға әлі кірмеген болса, оған қатысты тексеру әлі болмайды. Және де тексеру жаппай барлық қазақстандықтарға қатысты қашан пайда іске қосылады деген сұраққа жауап берейікші осы жерде. 2025 жылы қазақстандық бүкіл азаматтар жалпыға бірдей декларациялауға енеді. Яғни 250 нысанда декларацияны тапсыру керек. Сол 2025 жылдан бастап қана, яғни 2025 жылғы мобильді аударымдары бойынша ол азаматтарға қатысты ақпарат тек 2026 жылы ғана салық органдарына келеді. Демек, дәл қазір ол азаматтарды ешкім тексерейін деп жатқан жоқ. Сіздер
осыны нақты біліп алып бір-бірлеріңізге кеңес берсеңіздер. Сонымен қатар осы эфирмен бөлісіп қойсаңыздар, осындай дұрыс емес ақпарат таратып жүрген достарыңызға, таныстарыңызға. Келістік па? Мынандай бір сұрақ келді. Егер табыс көп емес болса, голдқа қабылдап ИП ашпай, салық 10% төлеп отырса бола ма дейді. Бізде кәсіпкерлік кодекс бар. Кәсіпкерлік кодексі былай жазылған. Егер жеке тұлғаның бір жылдағы табысы ең төменгі жалақының 12 еселенген мөлшерінен асса, онда ол азамат міндетті түрде жеке кәсіпкер болып тіркелу керек. Яғни егер сіз басқа жеке тұлғаның қызметін пайдаланбасаңыз, яғни жалдамалы қызметкерлер алмасаңыз, және сіздің табысыңыз жаңағы айтқан межеден төмен болса, онда сізге ешкім кәсіпкерлікті аш деп міндеттемейді. Яғни одан төмен табыстап отырған болсаңыз, қазіргі уақытта мысалы бізде ең төменгі жалақы 85 мың теңге ғой, 85 мыңды 12-ке көбейтіңіз. Сонда сіздің бір жылдағы табысыңыз сол суммадан төмен болса, онда сіз кәсіпкерлігіңізді заңдастырмай, яғни тіркемей жұмыс жасай беруіңізге болады. Ал егер сіздің табысыңыз одан асып кетсе, онда сіз міндетті түрде кәсіпкерлігіңізді тіркеп жұмыс жасауыңыз керек. Мына жақта бір сұрақ кепті, 270-ші формада нені көрсетеміз дейді. 270-ші нысанда декларация бар бізде. Бұл енді 270-ші нысанды декларация, ол 250-ші нысандағы емес, кішкене сәл ойлануды талап ететін декларация. Сондықтан бұл жерде сіздер, егер де мысалы айлық алып отырған болсаңыз, мысалы сіз мұғалімсіз, сізге өзіңіз жұмыс берушіңіз ай сайын 10% табыс салығын ұстап отыр сізден. Ол жағдайда сіз бұл табысыңызды декларацияда көрсетпейсіз. Ал егер сіз одан бөлек тағы үйіңізді жалға беріп отырсаңыз, пәтеріңізді мысалы, ол жағдайда сіз ол табысыңызды көрсетуіңіз керек. Және сол декларацияда көрсете отырып, 10% табыс салығын төлейсіз. Яғни бұл ай сайын жалақысынан, табысынан салық ұсталып отырған азаматтарға қатысты ақпарат. Ол жерде олар сол табысының, яғни жалақысынан түскен өзінің табысын көрсетпесе де болады. Ол жаңағыдай мен айтқан үйді жалға беру, мүліктік табыс дейді. Сондай мысалы цифрлық активтерден, шетелден түсетін кірістер бар ғой, сондайларды көрсету керек. Содан бөлек салық шегерімдер пайда болады бізде алдағы уақытта. Яғни ол медициналық қызмет алған үшін, білім беру үшін, ипотекалық төлемдер, мүгедектерге шегерімдер пайда болады бізде алдағы уақытта. Сол бойынша сол шегерімдерді алдағы уақытта қолданғыңыз келсе, яғни шегерім дегенне ол салықтық жеңілдік. Сізге салық төлеуге жеңілдік беріледі. Сол жылына 3 миллион теңгеге жуық болады осы сума. Және сол салық жеңілдігін алдағы уақытта қолдану үшін де 270-ші нысанда декларацияны тапсыру керек боласыз. Одан бөлек, егер сізге біреу өтеусіз мүлікті берген болса, біреуден алған болсаңыз мүлікті, мысалы жылжымайтын мүлік, көлік, бағалы қағаз, цифрлық активтер, немесе оны сатып алсаңыз, немесе сатсаңыз, осы ақпараттың барлығын 270-ші нысанда декларация көрсетуіңіз керек. Сосын қымбат бағалы мүлікті сатып алған жағдайда оның ақшасын қайдан келгенін көрсетуіңіз керек. Мысалы, пәтер алдыңыз 100 миллионға. Сіздің бұған дейін табысыңыз бір жылдағы 10 миллион болып келді. Ал 90 миллионды қайдан алдыңыз деген сұрақ туындайды. Осы жерде кішкене ойлану керек сіздерге. Яғни бұл жерде табысты жасыру сіздерге де тиімді емес. Сондықтан адал салық төлесеңіздер, сіздің ешқандай қорқатын ешнәрсе жоқ. Сосын одан бөлек бұл декларацияда егер инвестициялық алтын сатып алсаңыз, инвестициялық осы тұрғын үйдегі үлеске қатыссаңыз, осы ақпаратты көрсетуіңіз керек. Сосын жеке компанияда қатысу үлесі пайда болса, осы бір жыл бойында 270-ші нысанда декларацияда оны да көрсету керек. Сосын шетелдегі банкте шот ашып жатсаңыз, оны да 270-ші нысанда декларацияда көрсетуіңіз керек болады. Ал енді құрметті көрермен,
сіздерден сұрақ өте көп келіп жатыр. Енді мен алдағы уақытта да осындай тікелей эфирді өткіземін. Сіздер қазір егер кімнің сұрағына жауап беріп үлгермесем, онда ренжімеңіздер. Мен мүмкіндігінше 1 сағат бойы тікелей эфирде болдым. Барлық қойылған сұрақтарға мүмкіндігінше жауап бердім. Және де мына жақта бір кісілер айтты, дайындап қойған сұрақтарға жауап берді деп. Дайындап қойған ешқандай сұрақтар болған жоқ. Өзіңіз сияқты басқа әлеуметтік желіде отырған азаматтардың сұрақтарына жауап беріп отырмын. Және де алдағы уақытта осы тікелей эфир сақталады. Егер де басқа да осы эфирде қойып, бірақтан жауабын алмаған сұрақтарыңыз болса, мен сіздерге өтініш, сол сұрақтарыңызды осы эфирдің астында комментарийге қалдырсаңыздар. Сосын біз комментарийде сіздің сұрағыңызға міндетті түрде жауап береміз. Сонымен қатар сіздер бұндай тікелей эфирлерді алдағы уақытта да біздің арнамыздан көре аласыздар. Әлеуметтік желідегі біздің парақшаларға жазылыңыздар. Және де осындай пайдалы ақпаратпен туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Әрине, ресми ақпаратқа сенген дұрыс. Әртүрлі әлеуметтік желіде салық сарапшылары бар. Оның ішінде енді кейбірін қарап отырмыз, ақпаратты кейде дұрыс жеткізеді, кейде бұрыс жеткізетін жағдайлар да бар. Сондықтан да ресми ақпарат көзіне ғана сенейік. Ал аманшылықта кездесейік. Бізбен бірге болып, осы эфирді көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Аманшылықта кездесейік, сау болыңыздар.